Тағы да армысыздар. Абит Кадырбай арнасына қош келдіңіздер. Осы айдың 13-ші жұлдызында мен 3-ші мәрте әке танып ұлды болған едім. Сол кезде қуаныш бөліссең көбейеді деп Facebook парақшама бөпел болғандығымызды сүйіншілеп жазғанда жекеме бір азамат жазып жіберіпті: "Абеке, қай қаладансыз, адрес қандай?" деп. Аманшылық па неге деп сұрасам, біз отандық өнім жүн шұлық шығаратын едік. Сол өз қолымыздан шығарған шұлықтарымыздан сәбиге беріп жіберсек деген ниетіміз бар. Сосын мен енді әзілдеп айттым: "Кішкентай бөпе емес, оның алдында 2,5 жасар, үлкені 5 жасар 2 ұлым бар" деп. Бәрін білеміз, Facebook'тан қарап отырамыз. Сізге де, келіншегіңізге де, балаларының барлығына да 2 бардан шұлық салып жіберейік деп едік деп. Бүгін поштадан SMS келді, барып үйге алып келдім. Керемет, сапалы, әрі ең бастысы таза қазақстандық қойдың жүнінен жасалған керемет шұлықтар екен. Аз да болса кішкентай ғана көңіліне бауырымыздың риза болып қалдық. Рахметімізді айттық. Алла кәсіптеріне береке берсін. Менен енді онда ештеңе сұраған жоқ, бірақ десе де азғандай ғана оқырманым бар. Солардың бір пайдасына, қажетіне жарап жатса, мен ол компанияны, жеке сайттары бар екен, барлығын ізде, арнайы осы бір жағынан жарнама болсын, бір жағынан рахметім болсын деп осы видеоны түсіріп отырмын. Егер осындай брендпен шұлықтарды кездесіп қалсаңыздар, алыңыздар. Өте сапалы екені көрініп тұр, қалың, жылы, аяққа жайлы. Төменге пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіздер. Қош, сау болыңыздар.